16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күн мерекесі. Бұл күн біздер үшін ең қымбатты мереке. Осы мерекенің қадір қасиеті біздің шашетті жеттеріміз қаншалықты ұнады екен. Мереке қарсаңында мектеп оқушыларынан сауалнама алған болатынбыз. Өзіңді таныстыра кетсең. Мен Қошанов Нұрдәулет, 4-ші Г сыныбында оқимын. Мен Абдрахманов Ануар, 4-ші Е сыныбында оқимын. Менің аты-жөнім Асқар Аружан, 3-ші сыныбында оқимын. Мен Бердібек Айша, 3-ші Е сыныбында оқимын. 16 желтоқсан қандай күн? Еліміздің тәуелсіздік алған күні. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күні. Тәуелсіздік күні. Еліміздің тәуелсіздік алған күні. Тәуелсіздікті қалай түсінесің? Мен тәуелсіздікті еліміздің еркіндігі деп түсінемін. Тәуелсіздік ол осы Қазақстан елінің бостандығы деп ойлаймын. Біздің Қазақстан ешкімге бағынбайды деп түсінемін. Тәуелсіздік бұл Қазақстан Республикасының ешкімге бағынбай жүргені деп түсінемін. Қандай қазақ батырларын білесің? Абылай хан, Тәуке хан, Керей хан. Тәуке хан, Бауыржан Момышұлы, Абылай хан. Қазақтың қандай батыр қызын білесің? Томирис-Ләза. Сен қандай батырға ұқсағың келеді? Жәнібек хан. Себебі ол өзі қазақ хандығын құрды. Бауыржан Момышұлы, себебі ол Ұлы Отан соғысына қатысқан кісі. Сен қай батыр қызға ұқсағың келеді? Томирис, себебі оның тілі қазақ болмаса да ол жерін сақтап қалған. Сен қай батыр қызға ұқсағың келеді? Ләззат әпкеме ұқсағым келеді, себебі ол 86 жылы желтоқсан оқиғасына қатысып, қазақтың сөзін сөйледі. Тәуелсіздікті сақтау үшін не істеу керек? Өзіміздің дәстүрімізді сақтап, өз тілімізді сөйлеуіміз керек. Тәуелсіздікті сақтау үшін, отанымызды сүю үшін отбасыдан бастау керек. Отанымызды сүюіміз қажет. Өзіміздің тілімізді сақтап қалуымыз керек. Барлығымыз бірлікте болып, отанымызға адал қызмет етуіміз керек.